Ресей Калуга облысы Трубецкий ауылы. Биік қоңырау мұнарасы бар Рождество шіркеуі. Бұл қоңырау мұнарасына көтерілуге арналған баспалдақ. Баспалдақтар ағаш және жаңа. Сәулетші кірпіштен баспалдақ жасамаған. Олар бұл ағаш баспалдақты қолдарынан келген жеріне бекітті. Ұсқынсыз және ыңғайсыз. Егер бұл тесіктер еден арқалықтарын бекіту үшін жасалған болса, сонда ярустың биіктігі төмен болады. Бар болғаны 1,5 метр. Бөренеге арналған тауашалар тегіс және тік бұрышты болуы керек. Қазіргі заманғы ағаш арқалықпен баспалдақ. Бұл жерден жүгіріп өту өте ыңғайсыз. Бұл баспалдақпен көтерілу акробатикалық трюктармен нағыз шытырман оқиға. Бұл ағаш арқалық үшін алдын ала жасалған тауашаға ұқсамайды. Бұл жағы да пішіні дұрыс емес. Храм күмбезінің барабаны. Баспалдақтар мен палуба жаңа тақталардан жасалған, жақында жасалған. Жоғарыда ескі баспалдақтың қалдықтары бар. Бөренелерге арналған тауашалар таяз және қисық екенін көруге болады. Мұндай тауашаға сенімді қалың еден арқалығын салу мүмкін емес. Дегенмен қоршауларға арналған тесіктер дұрыс жасалған. Шұңқыр тегіс және терең. Мұнда төртбұрышты көлденең қиманың ағаш арқалығы сенімді түрде салынған. Бірақ бұл қоршауларды бекітуге арналған тесіктер. Немесе қоңырау мұнарасының саңлауларын жабатын қалқандар үшін. Жоғарғы жағында ескі ағаш баспалдақтың қалдықтары бар. Жартылай шірік ағаш бөліктері. Баспалдақ қоңырау мұнарасының ішкі периметрі бойынша жасалды. Қабырғада арқалықтарға арналған тесіктер қағылды. Кесілген жиектері бар қисық тесіктер. Шетінде кішкене кірпіш қалды. Ескі ағаш баспалдақ. Кейінірек бекітілгенін байқауға болады. Еден арқалығы үшін бір түрлі тесік. Арқаның екінші жағындағы тесікпен көлденеңінен тураланбайды. Сәулетші кірпіштен биік қоңырау мұнарасын салды. Бірақ ол төбені және баспалдақтарды төбеге көтермеді. Бұл тесіктер тіректерді бекіту үшін қалдырылады. Қоңырау мұнарасында баспалдақ мүлде болған жоқ.